бала. Балалар, біздің қазақтың ұлттық ойындарын білесіздер ме? Соның ішінде асықпен қандай ойындар ойналады? Сосын? Дұрыс айтасыздар. Ендеше мен сендерге қазір осы асықпен ойналатын ойынның бір түрі қанталапай ойынымен ойнағым келіп тұр. Ойнайсыздар ма? Ендеше мен сендерге ережесін түсіндірейін. Мына қолымда менің ерекше асық бар. Бұл асық қан асық деп аталады. Бұны нарада жеңіп алған бала ойынды бірінші бастайды. Қазір мен асықтарды ішіне саламын, асықтарды араластырамын, сосын ортаға шашамын. Сол кезде бәрін таласып асықты алуларын керек. Кімге сол жаңа қызыл асық тиер, сол ойынды бастайтын бастауыш болады. Талапай, басталды, кәні алапай. Қызыл асық кімде екен? Шыңғыс. Балалар, енді ойынды кім бастайды екен? Шыңғыс. Кәне сенде Әлишан неше асық бар? Әлгі сенде нешеу? Сенде нешеу? Төртеу, сенде үшеу. Ал ендеше кәне бәріміз орнымыздан тұрып, міне балалар, міне асықтарымызды енді бір сақанымызды сайлап аламыз. Кәне бір асықтарды қолдарыңа алып алыңдар. Сосын қалғанын апарып ана жерге тігейік, кәне кеттік жүріңдер. Ики алып қолыма асық ойнап лай-лай, мұнша бала таңғалып тұрсақ ойнап лай-лай. Кешке дейін асықты ойнап едік лай-лай, қызығына ойынның тоймап едік лай-лай. Қолына асықтың қандай жеті түсіктің, алшы тәйке шүтпен бүк, асығыңды жерге тік. Бүк, шәк, тәйке, алшы. Бүк, шік, тәйкі, алшы. Балалар, бізде бүгінгі ойында кім көп асық жинады? Мұхаммед жинапты, Мұхаммед көп асық жинапты. Бүгін ойында кім жеңіске жетті? Мұхаммед ойынға жетті. Балалар, сендерге ойын ұнады ма?